يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, Муслимда жеткен хадисте, инна фил лейли ла саатан, яғни әрбір түнде бір сағат бар. Бұл Рамазан айының ішіндегі емес, яғни жыл ішіндегі кез келген түннің ішінде бір сағат бар. Ла юафиқуха раджулун муслимун, қайсысы бір мұсылман өзінің Құран оқып, немесе түнгі намазын оқып, сөйтіп дұға жасайтын сәті сол сағатқа сәйкес кеп қалса, яссалуллаха хайран мин әмри дуния вал ахира, сөйтіп сол дұғасында Аллах Тағаладан дүниенің ісімен байланысты бір жақсылықты сұраған болса, және ақыреттің ісімен байланысты бір жақсылықты сұраған болса, илля аътаху ияху, Аллах Тағала оны оған бермей қоймайды дейді, яғни береді. Өзәлика күллә ләйла, кімде-кім осындай қызықты қалайтын болса, бұл әрбір түні болатын бір сағат дейді. Жылдың күллі маусымдарында, жылдың күллі түндерінде. Міне, одан әрі қызықты қылу үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сол уақытта Аллах Тағала былай деп айтады дейді. Әнәл мәлику, мен патшамын. Әнәл мәлику, мен патшамын. Хәл мин дәғин ядғуни, бар ма дәл қазір маған жалынып тілеп отқан құл. Фәстәжибә ләху, мен оған жауап берейін. Хәл мин сәилин ясәлуни фәуқтияху, бар ма қазір менен біреу бір нәрсені сұрап отқан, мен оған берейін. Хәл мин мустағфирин ястағфируни фаахфира лаху, бар ма дәл қазір менен күнәсі үшін кешірім сұрап отқан құл, мен оның күнәсін кешіріп жіберейін. Хәл мин музнибин ятубу фаатубу алейхи, ұзақ уақыттан бері күнә жасап келіп, енді міне қойдым деп тәубаға келіп отқан құл бар ма екен, мен оның тәубасын қабыл алайын. Мән зәлләзи ястарзиқуни фәарзуғуху, бар ма менен ризық сұрап отқан біреу, яғни малына байланысты ма, жоқ салиқалы әйел сұрап отыр ма, жоқ біреу салиқалы жар сұрап отыр ма. Ризық өмірдің күллі мағынасын қамтыған, менен ризық сұрап отқан біреу бар ма екен, мен оған берейін дейді сол ризықты. Мән зәлләзи ястакшифу дурра, бар ма дәл осы уақытта менен, я Раббым, мына бойымдағы бір зиян келіп еді, осы зиянды алып тастай көрші, аяқтыра көрші деп тілеп отқан, фәәкшифәху анху, мен сол зияннан оны аяқтырайын дейді. Фәлә ябху муслимун ядғу бидауғатин илля стәжаб Аллаху азза ва жәллә ләху. Осылайша әрбір мұсылман осы сағатқа сәйкес келіп қалып, Раббысынан бір нәрсені сұрап отқан болса, тілеп отқан болса, мүмкін емес дейді Аллах Тағаланың оған жауап бермеуі.